Ойынның шарты. Музыка қойылады, сағат тілі бойынша айналып билейсіздер. Түсінікті ма? Сіздер айналып билейсіздер, бір жей күшті билеу керек. Ода, почтовой қалай? Былай екен ғой, былай кешіріңіз. Міне, былай в сторону былай билейміз. Одан кейін мен сіздерге цифра айтам. Мысалы, мен сіздерге 2 деп айтсам, сіздер 2-2-де тұра қалу керексіздер. Түсінікті ма? Мысалы 2-2 десем, қазақша айта берем, бәріңіз түсінесіздер ғой, да? Мысалы 2 деймін, аға екеуміз билеп жүрміз, 2-де екеуміз тұра қалу керекпіз. Біреу симай қала ма? Все, болды. Салам алейкум, үйіне қайтады. Келістік па? Түсінікті ма? Давайте, шустрый боламыз, бір-бірімізден нетпейміз. Ең финалға жеткен ойыншыға бізден күшті подарок. Давайте кеттік. Маэстро, музыку жіберші кәдеке. Почтовой айналып билейміз, кеттік. Маэстро, музыку. Құшақтансыз дұрыстар? Кәне, по-3, қайда? Мұнша? Молодесі нағашы. 2 жағында 2 қыз тауыпты. Нажақ жақсы. Молодцы. В общем, бұл репетиция. Түсінікті ма? Кім қазір енді бір адамнан қалып отырады, кім қалып қояды, ренжімей, менімен ұрыспай, бұл той, құрметті ханымдар мен мырзалар. Жеңіліп қалсаңыздар, той құтты болсын дейсіздер да, ақырын орнына отыра қоясыздар. Келісіп па? Давайте кругты шире сек, сонда қызық болады. Пошире, бір-бірімізден алыс жүріңіздер. Ал давай, кеттік. Маэстро, музыку айналамыз, кеттік. Эй, мұнда барсай, бір өтсіз не қарап тұстыр? Мына екеу нағып тұр ғой. Не қарап тұр? Так, кеш, тәте, кеш. Так, сіздер ажырамаңыздар, тұрыңыздар. Ойын біткен жағай. Тұрамыз, кім қалай тұр? Мен кәді деймін. Мұна тәте вообще кәдір. Так, мұна 4 адамға шарпала орындырсын. Кәді 4-еуін қарыш, бригада сияқты 4-еуін кәдімдей. Ортада пажа бастым. Мұна жақта, мұна үшеуі бір-бірін күш тұстап алып. Енді 4-ші адам керіп қол. Біреуін бар десем, екеуі бір-біріне қарап тұр. Кім бар? Екеуі саспайды да кәдімдей. Бұл жерде бросил емес. Он безответственно бросил. Не будет, Не прощай. Не істедің, балчан? Қыздың жүрегін жараладың ғой, балчан? Так, оның бәрі жай, нағашысына шапала ұрындаршы. Бірінші группада 2 қызды ұстап алған, әйтеуір айырылмайды 2 қыздан. Сөйтіп финалға жетіне тұр, нағашы шустрый. Елхан сізге тартсын, молодец. Так, сіз не есіміңіз? Так, сіз кім класстасыз, жолдасыз да? Я вообще подруга Даны, друг Жанаты. Подруга Даны, друг Жанаты. А что, их түрлі адам ба не? Сіз друг или подруга? Нет, я и друг Жанаты, и подруга Даны. Мәссаған. В общем, мен екі түрлі адам болады екен ғой, брат? И вообще я их познакомила. Ой, я их познакомила деп қояды. Бәлем бәрін білдіп жүрген сен екен ғой, сен ойнап. Так, бізде... Я должна вообще выиграть, так что имейте в виду. Так, бізде, если правительствода коррупция болса, ты не знаешь, что тойда тоже коррупция болады. Жеңіліп қалдыңыз ба, достойно отырыңыздар. Все, давайте. Біз коррупцияға үйреніп қалған әйтеуір біздікілер. Я должна выиграть, тәтесі, подруга, друг дейді ғой. Ондай жоқ, бәрі білдей адам. Біреу нағашы, біреу досы, біреу вообще құдасы. Так что все равны. Дұрыс па? Честно болу керек. Қосуын қосып ал. Так, кругқа тұрамыз, кеттік. Кругқа тұрамыз. В общем, шарт түсінікті ма? Кім ұтылады? Домой. Сразу домой. Мен қосқам, мен биткем, сөйткем деген әңгіме болмайды. Кеттік. Маэстро, музыку айналамыз. Продолжаем. Второй круг.
етеді. Вот қыздармен сен қалай болады? Нағашы, қимай қоштасамын, нағашы. Көзіңіз тиіп кетті. Көз тиіп кетті. Төп, неге? Андай әдемі қыз. Басында сізді ойымда шақырып атқанда, бір брелоктарын ұстап отыр еді ғой. Осы брелок сіздің түбіңізге жетті. Осы брелок түбіңізге жетті. Так, мына жақ бір столдан екі адам кетіп қалды. Так, нағашысымен біздің кепкадағы ағамызға давайте шапалақ ұрып қояйық, ә? Балчан молодец. До конца молодец. Ендер екі қызды ұстап алған. Сіздер башалар қалайсыздар? Бригада три мушкетера болып кетті ғой. Жарайды, давайте. Сіздер кәдімгі команда болып бөлініп алыпсыздар ғой, да? Қараңыздаршы, мына жақ бір команда, мына жақ бір команда. Екі жігітті шығарып жүрді өзіміз отырып ойнайық деп. Так, давайте кеттік, маэстро музыку айналамыз, кеттік. Молодец. Жанталаспай ойында қалып отыр ғой бажамыз біздің. Вообще ойнап атқан жоқ. Әйтеуір былай тұрса былай кетеді, былай тұрса былай кетеді. Не болды құда? Бажа кедет етіп кеттің ма? Не болып қалды? Екеуі де емес тұқпадым ғой. Да? Болмай қалды ма? Бажа кедет етіп жүрді ма? Так, бізде бұл құдамыз ғой, давай. Тартып атыр да. Так, бұл құда болғаннан кейін осы турдан бастап бізде подаркалар кетеді. Құда бізде той иелерінен тобықтай ғана сый, сыйлықтың аты рогатка, кидать етіп кететін адамдарды атып санаңыз. Все, құдаға рахмет, пожалуйста, аплодисменттер құдамызға. Ортаға жылжыңыздар. Екі жігіт, үш қыз. Музыка қосылады, крупты пошире сделать, давай билейміз. Тура правила такие. Кеттік, маэстро, музыку. Екі жақтан барамыз. Палчан молодец. Палчан әскерде стрелок болған жоқсыз ба? Любой қызды атасыз ғой сіз. Аға, не болып қалды? Не болып қалды? Болмай қалды ма? Қарын подвел? Қарын жерге қойды. Негізі мына палчаннан қарағанда сіздің қарыныз бірінші жеткен. Просто сіз құшақтайын дегенше ана кісі тез жетіп қойды да. Так, Ақболат ағама давайте бір шапалақ ұрып қойыңыздаршы, құрметті ханымдар мен мырзалар. Ақболат аға, орныңызға жайғаса беруіңізге болады. Так, полуфинал. Тез ойнаймыз, бір-бірден шығып, соңында екі адам қалады. Кәдімгі маэстро музыку жібер, кәдімгі тез. Айналамыз. Палчан, молодец! По три! Қазақ айтады ғой, екі пілдің арасында шыбын өледі деп. Кәдімгі деген, мына жақтан удар келгенде нағыз ұшып кетсе бола ма? Так, коллективтен өзі бір адам шығып, оны өзі итеріп шығарып жүр. Коллективқа, пожалуйста, шапалақ беріңіздер, құрметті ханымдар мен мырзалар. Так, мына коллектив бізде
молодцы, орамал том болмайды жол болады. Коллективқа, пожалуйста, мынадай біздің сый сияпат. Аплодисменты коллективқа. Финалға бізде біткен жоқ. Екі қыз, бір жігіт. Мынау бізде финал. Екі қазір дайын болыңыздар. Бір адам точно ұшып кетеді. Келістік па? Қараңыздар. Оны енді бұл жерде шарт өзгереді. Бұл жерде қалай дейді, ағам настроение мощный, келіңіз. Бір линияға тұрыңыздар. Бұл жерде финалда кішкене шарт өзгереді. Шарт былай болады. Қазір мен сіздерге қандай денемнің мүшесін мен айтам, сіздер соны ұстау керексіздер. Келістік па? Жоқ, шошитын ештеме жоқ. Мысалға былай. Мұрын. А что, бір ұстап беру керек па дедіңіз? Ана ұтылып қалған кісілер деп еді, аққұлдағы мұрын ұстап беріңізші, пожалуйста. Ойнамайдам. Конечно, әркім өзіне өзі ұстайды. Интересно, такая. Так, давайте былай жасаймыз, қарайық. Мұрын, көз, шаш, құлақ, ерін, аяқ, иық. Түсінікті ма? Бұл жай репетиция. Мен ұтып жатырмын деп ойламаңыздар. Қазір тез айтамыз. Мен қайсын айтам, сіздер соны ұстау керексіздер. Келістік па? Ал кеттік. Назарды ортаға аударайық. Кім дұрыс емес деп қарап отырыңыздар, сол кісіні шығарып жібереміз. Ал кеттік. Бізде финал. 1, 2, 3. Мұрын, құлақ, көз, шаш. Мұрын, құлақ, ерін, мойын, аяқ, қол. Шоқын тұрғаныз? Бажамыз кәдімгі шоқын тұрған, өтірік тұрған демейді. Өтірік әйтеуір бүйтіп. Берге. Бұл не? Супер репетиция. Так, давайте дұрыстап істеңіз. Мына екі кісі беріліп тұр, өтірік тұр кәдімгі деген. Ұрып атыр әйтеуір. Қалай финалға жеткен білмейді. Бәрі жапсып алып шықты әйтеуір, халық болып көтеріп. Так, давайте, енді қате болса, серьезно шығарып тастаймыз. Ал, кеттік. 1, 2, 3. Құлақ, мұрын, көз, шаш. Мұрын, көз, ерін, құлақ, аяқ. Болмайды нәрсе, болмайды. Әкеп подаркыңды кетемін мен дейді. Так, бізде осындай тойды көтеріп, билеп, осындай күшті настроение сыйлаған бажамызға, пожалуйста, сыйлық бар ма? Паша, шапалақ бар ма? Так, көйлек сары, сол үшін осындай, так, не дейм, витамания, гель для того, чтобы вы молодели дейді. Мәссаған. Что похудела дейм, әркім өзіне керегін айтады. Мен де жасасын деп атсам, жоқ маған бірінші аттау керек дейді. Так, супер финал. Бір-бірімізге қарамдай, тоға бір-біріңіздікі. Келістік па? Жоқ, шошитын ештеме жоқ. Ал, давайте кеттік. Жоқ, көзін шұқып алу, мұрын ішіне шынтағына дейін кіргізіп алу, ауыздан тебу дейін. Жоқ ондай. Аккуратно ұстаймыз. Жақсы ма? Бір-бірімізді ренжітпейміз. Асық па? Ал, жайды асықпай. Ал, кеттік бірінші репетицияға. Бабымен, ал, давай, көрейік. Назарды ортаға аударайық. Так, бірінші сұрап алайық. Есіміңіз қалай? Ержан. Сіз? Палчан. Палчанға шапалақ бар ма, құрметті хандар мырзалар? Так, сіздің аты ұмытып қалдым. Сіз? Одноклассницасына шапалақ бар ма? Так, вообще достары, палчандары, класстастары вообще молодцы кәдімгідей. Так, давайте суперфинал. Тармас етпейміз. Кім күшті дейді, сол жеңеді. Келістік па? Ал, кеттік, финал. Құлақ. Ей, лаксыныкін ұстайсыз. Өзінікін емес, все, өзінікін забудьте. Лаксыныкін ұстайсыз. Өзінікін ұстап тұр. Давайте, кеттік. Құлақ. Мұрын. Шаш. Мойын. Иық. Мұрын. Көз. Құлақ. Өзі бір-бірлеріңді жұлып аласыңдар ғой қазір? Жоқ, оны олай ойнамайды ғой. Кәдімгі бір-бір бетін жұртсайын деп тұр. Жоқ, көрсетейінші. Кел. Тойыңыз онда бір жарты бетпен қайтпаңыздар үйге. Жоқ. Мысалға, сіз жігітсіз ғой да? Бұл нәзік жан тәтеміз, ә? Тәте келіңізші. Мысалға, қараңыз. Мысал, мұрын десем, қараңыз. Мұрын. Көрдіңіз ба? Кәдімдей деген қысы маған болмай. Міне мұрын. Құлақ дей ма? Міне ақырын құлақ. Шаш дей ма? Міне шаш. Көрей ма? А шаш десем бүйтіп атсыз, мұрын десем бүйтіп атсыз, көз десем кетіп баратыр қолы деген. Мына кісі ауыртып атқаннан адамда рефлекс дейтін болады ғой. Мен саған, сен мен ауыртып, мен де саған көрсетейін деп бір-бірлерін мұрын бұрап кәдімгі картошка мұрын. Так, давайте, так что бір-бірлеріміздің бетімізді жыртпай ақырын ғана дұрыстан. Келсік па? Аккуратно ұстаймыз, аккуратно.
бастайық. Ал, кеттік. Құлақ, мұрын, көз, аяқ, бас, иық, арқа, мұрын, көз, ауыз, құлақ, мойын, шаш, қайда шаш? Аяқтың астында қайдағы шаш? Ойнамайды. Өздері кәдімгі. Жоқ, мен айтам. Кеттік, давайте последний, третий раунд. 1, 2, 3. Құлақ, көз, мұрын, ауыз, мандай, шаш, аяқ, арқа, тамада қайда? Тамадасы қайда? Молодец. Так, финалға шыққан Палчан мен Одноклассницы шапалақ бар ма?